Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Бақтыгүл. Мен сіздерге бүгін осындай әдемі, дәмді, әрі тез пісетін оладушкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ең алдымен осылай стикер қажет болады. Және содан кейін осындай банан. Мен бір штук бананды қолдандым. Және де осындай разрыхлитель керек болады. Екі дана жұмыртқа қажет. Және де осындай ұн және сұйық май керек болады. Осындай шұңғыл ыдысымызға ең алдымен 2 дана жұмыртқамызды саламыз. 2 дана жұмыртқамызды салғаннан кейін үстіне осылай секерімізді себетін боламыз. Секерімізді сеуіп миксермен миксерлейтін боламыз. Осылай жақсылап миксерлеп алып, үстіне осылай турап алған бананымызды қосатын боламыз. Бананымызды қосып, осылай әрі қарай миксерлейміз. Бананымыздың бәрі езілгенше осылай миксерлеп аламыз. Менің даусыма мән бермеңіздер, менің даусым аздап ауырып тұрғандықтан осылай қарып шығып тұрған болар. Осылай жақсылап бананымыздың бәрін салып, осылай бәрін миксерлеп аламыз. Содан кейін ұнымызды біртіндеп салатын боламыз. Осылай жартылап салып, миксерлеп араластырып отырамыз. Достар, менің видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Ұнымызды салып араластырып болғаннан кейін разрыхлителімізден 1 шай қасық саламыз. Осылай разрыхлителімізді салып болғаннан кейін жақсылап миксермен араластырамыз. Осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздердің оладушкиларыңыз өте дәмді әрі тез пісетін болады. Таңғы асқа керемет идея десек те болады. Осылай миксермен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін соңынан сұйық майымызды құямыз. Қамырымыз осындай, ондай қоюда емес, сұйықта емес, осылай шығатын болады. Және тағы да аздап ұн салып жібердім мен осы жерде. Осылай тез-тез миксерлеп аламыз. Соңынан сұйық майымызды құйып, жақсылап миксермен тағы бір рет араластырып аламыз. Содан кейін табамызға азғантай ғана сұйық майымызды құйып, қыздырып алғаннан кейін осылай ас қасықпен аз-аздан салып пісіріп алатын боламыз. Осылай бір ас қасықтан салсаңыздар да жетеді. Осылай салып, екі жағында пісіріп аласыздар. Осылай банан қосып, осылай жасайтын болсаңыздар, балаларыңызда сүйіп жейтін болады.
Мінекей достар, осылай аладушкелеріміз осылай әдемі, өте әдемі болып шықты. Және де дәмді. Балаларыңызға осылай таңғы асқа пісіріп берсеңіздер болады. Балаларыңыз таласып тұрып ішетін болады. Осылай жасап берсеңіздер. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта мен сіздермен осындай дәмді әрі ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сол үшін де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.